Сәлем, қайырлы күн баршаңызға. Енді мотоцикл свечке тоқ бергенде көбінесе қазіргі кездегі мотоциклдер екі түрлі жағдайда тоқ береді. Сол екі түрлі жағдайда да айтып келе жатырмыз. Енді әзір сол екеуін бірлікте сіздерге бірқатар айтып кетейін. Мынаны қарапайым сызбамен сызып алдым. Свечі, катушка зажигания, коммутатор және генератор. Бізге ең басты керегі мына коммутатор. Коммутатордағы мына екі штикер. Осы негізгі қоңқылтын жерге сызып алайын. Әзір бәрімізге түсінікті болу үшін көрсеткенде. Осылай сызып алайын. Мына жер бірінші, мынаны екі, мына жерді үш, мынаны төрт, мынаны бес, мынаны алты деп қояйық. Осы алты тоқсымның орнын белгілеп қояйық. Енді бұндағы мына 3 пен 4 екеуі де жасыл тоқ барады. Мысалы жаңағы 4 сымдық тоқ болсын, 5 сымдық тоқ болсын, екеуіне де жасыл тоқ барады. Соны осы екеуінің қайсына жалғасақ та болады? 3-ке жалғасақ та, 4-ке жалғасақ та болады. Екеуінің біреуіне жалғауымыз керек. Генератордан шыққан ақ сызықты жасыл тоқты. Содан кейін екінші тағы бір жасыл бар. Бұны төте масса қылып бере салсақ та болады. Екеуінің орнын ауысса да ешқандай өзгеріс болмайды. Содан кейін мына ұяшық бірінші тоққа барады. Бұдан генератордан шығатын мынаны жасыл деп жазып қояйық. Жасыл. Одан кейін екінші тоқ келеді. Мына жерге жалғанады. Бұл да генератордан келеді. Бұл ақ сызығы бар көктөк. Ақ сызығы бар көктөк келеді. Мына бірінші ұяшыққа келеді, жалғанады. Одан кейін тағы бір тоқ шығады мынадан. Ол қызыл сызығы бар қара тоқсым. Қызыл сызығы бар қара тоқсым. Ол мына генераторға байланысты болады көп жағдайда. Егер генераторда мынандай бір құлақша болады, мынандай осы барлығы бірдей болады да, мынандай бір айырым бір дөңкиген құлақша болады. Егер ондай генератор болатын болса, бұдан қызыл сызығы бар қара тоқсым шығады. Бұл негізі 5 сымдық тоқ жолында істетіледі. Егер бұл жоқ болатын болса, онда жаңағы қызыл сызықты қара тоқсым жоқ. Егер мынау бар болатын болса, мына 5-ке келеді де, осыдан шыққан қара тоқсым жалғанады. 5-ке келіп. Ал енді 4 сымдықтарда бұл жоқ болады да, бұл мотоциклде негізі сөндіретін өшіп қосып сөндіруге рөл атқарады. Бұға қара тоқсым келіп жалғанып тұрады. Ал енді мына 2, бұл мына катушка зажиганияндайға мына жерге жалғанады. Мына бір айырым құлағы тұр ғой. Осы жерге келіп жалғанады. Осыған келіп жалғанады бұл. 2-ден. Осы құлаққа келіп жалғанады. Бұл сары сызықты қара тоқсым. Қара. Сары деп қояйық. Мынау қызыл сызықты қара. Қара. Қызыл деп қояйық. Ал енді осыдан төк шығу үшін тағы да мына катушка зажиганияның мына құлақшасын міндетті түрде неменеге жалғауымыз керек? Массаға жалғауымыз керек. Бұл массаға жалғанбаса, бұл тоқ шығарып бере алмайды. Тек осылай жалғанған кезде, осылай ең қарапайым жолы осы. Осылай жалғанған кезде мынау свечке тоқ береді.
Ал эми бул барышта жанагы мына кулакча жок болотун болсо, мына 5-чи токсумга келетін кызыл сызыктык кара сым чыкпайт. Ол кезде мына коммутатор өзү ток бере алмайт. Буган косумча реле керек бизге. Реле кошулган кезде гана барып, сол кезде гана ток берет. Мына осы бір токтун ролу мотоциклдин ток жолун өзгөртүп жиберет. Ал эми мынадагы 6-чы уяшык, ол жанагы 4 сымдыктарда бул болмайт. Ал 5 сымдык ток жолунда бул ак сызыкты кара токсум чыгат. Кара ак сызыкты. Бул мотоциклди сөндүрүү ролун аткарат. Мотоциклди өчүрүү ролун аткарат ол ток. Эгер мына кара ток жок болотун болсо, будан тагы да 3 сары ток чыгуу мүмкүн. 3 сары ток чыгуу мүмкүн. Не болмаса 2 сары ток чыгуу мүмкүн. Сол барып релеге жалганат. Ол реленин көмөгү аркылуу коммутатор катушка зажигенияга ток берет. Эми экөөнүн да бөлөк-бөлөк видеолору бар YouTube'да. Алдыңкы видеолорду карасаңыз, содан чыгып турат. Сиздерге айтайын деген оюмду толук түшүндүрө алдым деп ойлойм. Міндетті түрдө каналга тиркелип, лайк басып кетиңиздер. Жакшы, келесі видеода кездескенче сау саламат болуңуздар.